Қазірде долданып отырсыздар. Зарина, жылағансыз ба? Өздеріңіз қалайсыздар? Бір жақсы дегенде. Шыли жақсы емес негізінде. Не болды? Зарина? Жақсы болмай тұр Балауса ханым. Ол нәрсені айта алмаймын. Қазір мен жобадан шыққым келеді Балауса ханым. Отыра алмаймын. Жолдаңыздар қалай Саддәулетке қатысы жоқ? Мен жеке өміріме байланысты мен. Саддәулет, бәлкім сіз бірдеңе айтарсыз? Саддәулет. Иә, Балауса ханым, естіп отырмын. Не айтқанда білмеймін, ондай жауап болды. Тікелей қатысыңыз бар ма? Сіз ренжіттіңіз ба? Болды, мәселелер болып отыр арамызда, әлі де болады ғой енді отношение болғаннан кейін. Бірақ қазір енді тосыннан болды мынау нәрсе маған. Шынымен де өзім түсініп тұрған жоқпын, не үшін кетем деп тұр. Бірақ мен бір нәрсе айтайын, Балауса ханым. Егер бұл қыз кететін болса, мен де кетемін. Кетем деп қорқытады деген бар ғой. Бірақ ондай емес. Просто егер бұл қызды менен басқа бір нәрсе тревожить етіп тұратын болса, онда мен бұл қыздың проблемасын өз мойныма алуға дайынмын. Мен ұрыс керіс болсын, біз любой нәрсені обсуждать етіп аламыз, отырып сөйлесе аламыз. Біздің бір жақсы жеріміз сол. Егер де бірақ Садәулет, сөзіңізді бөлейінші, сіз үшін кеткім келеді деген әңгімені айтып отыр деп ойламайсыз. Дұрыс қаласыздар. Бүгін Зарина келеді де эфирге мен жобадан кетемін, жеке басыма байланысты. Қалай, бәлкім жеке бас деген бір сылтау қылып, Зарина сізді жаман етіп көрсетпейін, бәлкім менің ойыма сондай дүниелер келіп отыр. Сізді бұл ұрыстың артын жаба салайық, мен жай ғана жеке басыма байланысты деп айтайын да, жобадан кетейін деген әңгіме сияқты. Олай ойламаймын. Себебі біз одан да үлкен ұрыстардан бірге өттік. Әлі де өтеміз деп ойлаймын, бірақ та енді сондай бір болмашы, бір қызғаныш, бір болмаса бір реніш үшін мен үшін кетіп қалады деп ойламаймын. Ол қазір маған да түсініксіз болып отыр. Не үшін кетемін деп білмеймін. Мен вообще күтпедім ондай жауапты. Зарина, шынымды айтсам. аяқ астынан Саддәулет айтып отыр, мен бірінші рет естіп отырмын кетемін деген әңгімесін деп. Не болды, аяқ астынан не көрінді? Я Балауса ханым, сіздің айтқаныңыз мүмкін шынымен сондай шығар. Өзімде ішімдегі бойлардың барлығын жинап, бұл ұрысқа қатысы болмай қойсыншы деген сияқты жауып тастағым келген шығар. Өзімнің денсаулығыма да Сөне берсін деп тұр ғой, бұл кісіге бәрібір сияқты ғой енді. Мен білмеймін, қолымнан келгенше істеп жатырмын. Маған бәрібір емес, мен алдында айттым. Басылатын шығар, өзіне тыныш. Өз мысалы қолымнан келген бәрін істеп жатырмын. Я менде проблемалар бар, оны Зарина шет жағасын біледі. Бірақ мен оны білмейді ондай нәрселер.